Қазір саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағы бүгінгі кешегі тақырыптың жалғасы, жыл бойы өткенді қайталау, мәтін және сөйлем 120 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін түрлері, бөліктерін ажырата аласыздар. Әрмен қарай жалғастырамыз. Және сөйлем тақырыбынан игерген білімдеріңді практикалық іс-әрекеттерде қолдана алатын боласыздар. Ендеше бүгін сөйлем деген тақырыпқа тоқталайық. Сөйлем, мәтін сөйлемдерден құралатын білесіздер. Яғни сөйлемдерден мәтін құралады. Ал сөйлем дегеніміз кеше айтылды, ол тиянақты ойды білдіреді. Енді сіздер білесіздер, сөйлемдер бас әріптен басталады. Сөйлемдер сөздерден құралады. Және сөйлемнің соңына тиісті белгісі қойылады. Сөйлемнің айтылуына байланысты. Енді сөйлем айтылуына қарай қалай болады екен? Айтылуына қарай ол 3 түрге бөлінеді. Олар хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем. Енді хабарлы сөйлем дегеніміз не? Бұл хабарлау, баяндау мақсатында айтылады. Яғни бір заттың болатын, болған, болып кеткендігі туралы айтылады. Ал сұраулы сөйлем бұл сұрау мақсатында айтылады, яғни оған жауап күтіледі. Ал лепті сөйлем бұл адамның көңіл күйін білдіру мақсатында. Лепті сөйлемді айтқанда адамның көңіл күйіне байланысты. Ренжіп тұрып айтуы мүмкін, қуанып тұрып айтуы мүмкін, көңілсіз, уайымдап тұрып айтуы мүмкін. Яғни ол айтылатын сөйлем көңіл күйге байланысты айтылады екен. Енді осы сөйлемдерге қойылатын тыныс белгілері қандай? Оны хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Яғни хабарлап, баяндап тұрады. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлем соңында бұл леп белгісі қойылады екен. Енді сөйлемдер жай сөйлем. Құрылысына қарай жай сөйлем бұл қалай? Жалаң сөйлем және жайылма сөйлем. Жалаң сөйлемдер тек қана бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Қар жауды, Айгүл күлді, Нұргүл биледі. Яғни бастауыш кім, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Баяндауыш не істеді, қайтты, не қылды. Сөз табында етістіктің қызметін атқарады. Білесіздер, Ал жайылма сөйлем оның ішінде бастауышта, баяндауышта және тұрлаусыз мүшелер де бар. Ал енді осы бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүшелер, бұлар сөйлем мүшелері. Ендеше сөйлем мүшесі екіге бөлінеді. Біріншісі тұрлаулы, екіншісі тұрлаусыз. Тұрлаулы бұл бастауыш пен баяндауыш жаңа айтылған. Ал тұрлаусыз бұл анық дауыс, толық дауыс, пысық дауыс. Сонда сөйлем мүшелері екіге бөлінетін ұмытпаңыздар. Жалаң сөйлем ол тек қана бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Тұрлаулы мүшелерден тұрады. Ал жайылма сөйлемнің ішінде бастауышта, баяндауышта, тұрлаусыз мүшеде болады. Қар қатты жауды. Не істеді? Жауды. Не? Қар. Қалай? Қатты. Сонда ортасындағы қалай деген бұл бастауышта емес, баяндауышта емес, ендеше тұрлаусыз мүше. Қаратпа сөз. Қаратпа сөз қазір бүгінгі жаттығуымызда кездеседі. Бүгінгі айтылып жатқанның барлығы да біздің жаттығуларымызда кездесетін болғасын, сіздерге бұлар тақырып жөнінде мағлұмат беріліп жатыр. Қаратпа сөз бұл сөйлегенде біреудің назарын өзіне аудару үшін айтылады. Яғни қаратып айтылады. Балам, сабағыңды оқыдың ба? Бұнда балам. Ол сөйлем мүшесі болмайды, яғни сұраққа жауап бермейді, бірақ сөйлемнің басында тұр. Суыңды суа келдің бе? Айгүл. Яғни Айгүл бұнда қаратпа сөз соңында тұр. Яғни біреудің назарын өзіңе аудару керек. Қаратпа сөздің тыныс белгілері. Қаратпа сөз, жаңа айттық, сөйлемнің басында келсе, қаратпа сөзден кейін үтір қойылады. Балам, бар байлық жерде. Бұл жерде қаратпа сөз балама айтып жатырмыз, байлықтың жерден алынатындығы.
сөйлем ортасында келсе қаратпа сөз, онда үтір екі жағынан қойылады. Мен, Сәбит, ағаштардың барлық түрін білемін. Бұл кезде мен Сәбитке айтып жатырмын, ағаштың бүкіл түрін білетінім. Соны айту үшін мен Сәбиттің назарын өзіме аудардым. Ендігі қаратпа сөз сөйлемнің соңында келеді. Егерде қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, онда үтір алдынан қойылады. Табиғатты қорғауға үлес қос, бақыт. Мен бақытты өзіме қаратып айтып жатырмын. Яғни табиғатты қорға деп жатырмын. Осы алынған мәліметтерімізді пайдаланып, жаттығулар орындаймыз. Мысалға қара, 95-96 беттегі 5-ші жаттығуда мәтінді оқып шық, түсін, тек қана қаратпа сөзді көшіріп жаз. Ол мәтіннің соңғы жағында. Міне мынадай сызбамен берілген. Мінекей басында қаратпа сөз тұр, сосын 3 сөз бар, соңында леп белгісі бар. Осы сөйлемді мына сызба арқылы сол сөйлемді мәтіннен тауып алыңдар. Сосын мына берілген сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдаңдар. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Оны сөйлем мүшесіне талдайтынды білесіңдер. Сөйлем мүшесі тұрлаулы, тұрлаусыз болатын болды. Тұрлаулы бастауыш, баяндауыш, ал тұрлаусыз анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Бірақ сіздер бастауышты бір сызықпен сызасыздар, баяндауышты 2 сызықпен сызасыздар, ал қалғанның барлығын ирек сызықпен сызасыздар. Енді 97-ші беттегі 7-ші жаттығу, мынаған қара отырып, аналарыңызға арнап құттықтау жаз. Бірақ аналарыңызға жазған кезде құттықтауды қаратпа сөзден бастайық. Қымбатты, өздерің білесіздер, аса қадірлі деп аналарыңызды айтасыздар. Және мына туған күнімен құттықтайсыз ба, мерекемен құттықтайсыздар ма? Сосын не тілейсіздер? Денсаулық, күш қуат, өмір тілеймін. Қандай? Соған керек сөздерді тауып, ізгі ниетпен деп өзіңнің атыңды жазасың. Мынаны дәптерлеріңе сурет қылып салуға да болады. Әсемдеп, көркемдеуге болады. Сонда сен бүгінгі қаратпа сөзді пайдаланасың құттықтауыңның басында. Қалыптастырушы бағалау, оқу тапсырмасы 97-ші бет 8-ші жаттығу. Дескрипторға қарайсыздар, сурет бар. Сол 2 суреттен 2 сөйлем ойлайсыңдар. Яғни сурет бойынша сөйлем құрайды, сөйлем мүшелеріне талдайды. Бүгінгі сөйлем және сөйлем мүшелеріне талдауды, қаратпа сөзді қалай меңгергендіктеріңді байқауыма болады. Осыны түсінікті басшылық қалып, жаттығуларды орындайық. Сонымен сабақтың соңында өткендеріміздің бәрін естеріңе түсіріп қайталаңыздар. Яғни сөйлемді өттік, тиянақты ойды білдіреді. Сөйлем түрлері жай сөйлем, жалаң сөйлем болады, және хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдер. Жай сөйлемнің өзі екіге бөлінетінін білесіз. Жай сөйлем және жалаң жайылма болатын білесіздер. Қаратпа сөз сөздің басында, ортасында, аяғында келетін білесіздер. Тыныс белгісіне назар аударыңыздар. Және сөйлем мүшелері екіге бөлінеді. Тұрлаулы, тұрлаусыз, тұрлаулы бастауыш, баяндауыш, тұрлаусыз анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Олардың сұрағы бастауыш пен баяндауыштан басқа сұрақтарға жауап береді. Сосын сөйлем мүшелеріне талдайсыздар. Жаңағы бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыштарды. Олардың барлығын ирекпен сызасыздар. Бастауышты 1 сызық, баяндауышты 2 сызықпен сызасыздар. Жақсы.